multiple choice question. Яғни multiple choice question дегеніміз сондай бір сұрақ келеді және 4 жауабы болады. Write correct letter in boxes 11 to 13 on your answer sheet. 11-ші сұрақта бізде былай айтады. In a Japanese pagoda. Pagoda деген бұл жерде мына япондықтардың несін білесіздер ме, мынадай үйлер былай кететін. Сол нәрсені пагода дейді екен. The Shinbashira. Япондық пагодаларда жаңағы үй десек келе ма? Үйлерде Shinbashira дегеніміз дейді, ары қарай айтады. A. Bears the full weight of the building. Жаңағы зданияның, ғимараттың барлық салмағын көтеріп тұрады дейді. Bends under pressure like a tree. Тал сияқты қысым көрсетілген кезде бұлай бүгіледі дейді. Bend деген бүгілу. Connects the floors with the foundation. Яғни жаңағы нелерді, floors деген этаждарды, немесе полдарды десек болады, этаждарды өзінің жаңағы foundation дейді ғой, фундаментпен байланыстырады дейді. Stops the floors moving too far. Тоқтатады дейді, жаңағы этаждарды ұзақ кетіп қалудан. Оны енді түсіну үшін шыны керек тексті оқу керек. Бірақ мен бұл жерде жеткізгім келіп тұрған нәрсе, неге көңіл аудару керек? Ең бірінші Shinbashira деген жазылып тұр бізде кішкене қисайып, иә? Shinbashira деген не екендігін білу үшін енді ең басты нәрсе біз іздеуіміз керек. Shinbashira. Енді мынау мен жаңағы тексттан қиып алған жерім. Осының ішінде жаңа айтып кеттім ғой, мен неткен кезде, оқыған кезде біз ең маңызды сөздерді сызып кетуіміз керек. Сонда Shinbashira дегеніміз қисайып жазылып тұрғандықтан, значит бұл термин. Бұның да астын сызып кетуіміз керек. Немесе жаңағы хайлайтермен сызып белгілеп кетуіміз керек. Сонда бізге тез тауып аламыз. Мына жерде қарап отырсаңыздар, не сызылу керек тағы? Shuzo Ishida деген сызылу керек, Kyoto Institute of Technology деген сызылу керек, Mr. Ishida деген, профессор Пагода, мысалы, нені тырнақшаның ішінде тұр, иә? Осы нәрселер сызылып кету керек. Shinbashira деген сызылу керек. Енді бұл жерде жауап беру үшін ең басты мына жерде, мысалы, мына сөздер бар, мынаның барлығын оқи беріп, қайта ойлану керек жоқ. Мынадан бір сөз ғана қалдырыңыз, мынадан бір сөз қалдырыңыз, мынадан бір сөз, мынадан бір сөз. Яғни не дейді? Shinbashira bears дейді, ұстайды дейді. The full weight of the building деген ол қосымша ақпарат. Оны миыңызға қатырмай қойыңыз. Ең бастысы көбінесе етістік key word болады, тірек сөз болады. Shinbashira ұстайды дейді. Shinbashira bends, то есть бүгіледі. Connects, байланыстырады. Stops, тоқтатады. Яғни осы 4 сөз бойынша ғана ойланыңыз. The full weight of the building, under pressure like a tree, тағы да басқа дегеннің барлығына көп миыңызды жүктемеу керек. Енді Shinbashira дегенде сөздердің бәрін тауып аламыз. Енді осы жерден мына сөздің бәрін оқыса, бұл тексті де кейін талдап жазып шығарам видео етіп. Сондықтан қазір ең маңыздысы бұл жауабын қалай табу керек. Shinbashira дегеніміз, Shinbashira туралы біз мына жерден оқимыз, иә? The Shinbashira running up through a hole in the center of the building constrained individual stories from moving too far because after moving a certain distance, they banged into it, transmitting energy away along the column. Мына жерде енді transmitting energy away along the column деген сөйлем керек емес бізге. The Shinbashira running мына жерде қалай жұмыс істейтіндігін көрсетіп тұр. Constrained stories running up through the whole center of the building, constrained деген тоқтатады деген. То есть шектейді деген. Constrain деген сөз, шектеу деген сөз. Individual әрбір story деген этаж.
Сонда мына жерде қараңыз, stop деген constrain, floors деген story, синонимді сөздері қойылып қалған. Moving too far дегенді аудармаған, moving too far сол күйінде қалған. Сондықтан жауабы D болады мына жерде. Япондық пагодаларда Шинбашира ненің қызметін атқарады? Ол тоқтатады жаңағы этаждарды алысқа кетіп қалудан. То есть олар жаңағы бір ортасында жіппен байланып тұрады екен. Соны ұзаққа кетіп қалмауын қадағалайтын нәрсе ол Шинбашира екен. Осы жерден осылай тауып аламыз. Мына жерде мысалы in short, the Шинбашира was acting like an enormous stationary pendulum. Қысқаша айтқанда дейді, Шинбашира жұмыс істейді дейді. Действует как деген ғой, acting like деген. Үлкен stationary pendulum. Pendulum деген жаңағы маятник. Маятник ретінде stationary деген қатып қалған, то есть бір жерде ғана тұратын маятник ретінде қолданылады дейді. Бірақ бұл жерде ары қарай мыналардың ешқайсысын туралы айтпаған. Содан кейін ары қарай оқып кетеміз. И жауабы осы жерден табамыз. From moving too far. Алысқа қарай кетіп қалмауына қарайды дейді флорлардың.